Мынадай қызықты көріп пе едіңіз? Ауданы орталығының тұрғындары шалғайдағы ауылға барып ем алып жүр. Еріккеннен емес әрине, білікті дәрігерді іздеп барады. Көмекбаев ауылдық ауруханасының меңгерушісі Байұзақ Жәнібековке деген елдің ерекше ықыласы туралы келесі бейнематериалымызда. Оны ауылдағылар қорғаушы періште деп атап кеткен. Оған қаралсаң ауруыңнан құлан таза жазыласың дейді. Ауыл тұрғыны Бақытжан Өскенбаев былтыр мотоциклмен апатқа ұшырап, оны жүк көлігі басып кетіпті. Сол кезде оған алғашқы дәрігерлік көмекті көрсетіп, аудан орталығына жеткізген дәрігер Байұзақ Жәнібеков. Алғашқы көмек көрсеткен осы Байзекеңе мың алғыс, көп рахмет. Қармақшыда қарап жақсы. Одан облыс орталығына жеткізіп, облыс орталығында жаттым бір айдай. Жақсы болып шықтым. Ал Дархан Тұлпаров үйдің мұржасын тазартамын деп биіктен құлаған. Екі аяғына зақым келіп, 5 жылдан бері төсек тартып жатыр. Доктор Жәнібеков болмағанда өліп қалуымда ғажап емес дейді. Осы кісілер болмаса, мен бүйтіп өмір сүріп отырам ба, бүйтіп тіршілік қылып, бала шағам алдында отырмайын ба, бір Алланың өзі білетін тұғын оны. Бірақ осы кісілердің еңбегі көп сынып маған. Шүкір, аптасына 2 рет келіп тексеріп кетіп тұрады. Бұл өтірік емес, шындық. Қал жағдайымды біліп тұрады телефонмен де. Бір жерім ауырып жатыр десем жетіп келеді. Әйтеуір ауру сырғаудан аманбыз. Негізі Көмекбаев ауылы аудан орталығынан шалғай орналасқан. Көршілес Кекірелі, Шопанғазған, Қуандария елді мекендерінің халқы да осы ауылдық ауруханаға келіп тексеріледі. Олардың әрқайсысының денсаулық жайын Байұзақ Жәнібеков 5 саусағындай біледі екен. Арнайы шақыртусақ тұрғындардың жағдайын сұрап, қан қысымын тексеріп тұрады. Науқас жазылып кеткенше қасында болады. Оның адамгершілігі мен өз ісінің шебері екеніне тұрғындар талай мәрте көз жеткізген. Больницаға жатамын, келемін, үйден емдейді, көбіне қыстай үйден шыға алмаймын. Үйден емдеді биыл қыстай, рахмет. Медсестраларын жібереді кезек-кезек, фельдшерін жібереді, емдеді. Ауыл тұрғындарының ақ халаттыларға алғыс айтуы тегін емес, көпшілігінің денсаулығында кінәрат бар. Сол себепті аудан орталығынан көшпелі медициналық көмек машинасы келіп, ауыл тұрғындарын толық тексерістен өткізді. Мысалы, мен көзім давлениесін өлшеп жатырмын, көру қабілетін байқап жатырмын. Енді бұл шалғай елді мекендерде мұндай мамандар жоқ қой. Сондықтан да біз осыған өте қуаныштымыз. Онкологическийден алып тұрған тек қана биыл ғана табылып тұр. Осы қадам бізде онкология болған жоқ, шынына келгенде. Жасырында да жоқ, шын болған жоқ. Ал жүрекпен ауыратын 9 ауруымыз бар, қазір жаман емес. Жақсы, алда Астанаға барып тексеріп келіп жатыр. Қан қысымымен 67 ауруымыз бар. Олар үнемі өзінің үкіметтің тегін дәрілерін алып, қолжетімді дәрілерін алып тұр. Ауылға қалаға сандалмайды. Осы жерден бәрін көрсетіліп, бәрі диагноз қойылып, жататын больницасы бар. 10 койка круглосутка бар, 5 койка күндізгі стационар бар. Халыққа ол жетімді. Байұзақ Жәнібековтің антына адалдық танытып жүргеніне 40 жылға жуықтаған. 30 жылдан астам аудандық ауруханада қызмет етті. Ең күрделі деген оталар жасап, адам өміріне араша түсті. Қазір ауылдық ауруханасында жұмыс істесе де, оны ауданнан іздеп келетін емдеушілер көп. Құрметтің төресі осы емес пе? Тажмұрат Әлжанов, Иса Шәріп, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.